Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Қарға Шахизат ертегісінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Сонымен патша салынған сарайларды аралап, таң тамаша қалып, ордасына қайтады. Патша: "Енді балам, бір бау қамыс берем, осының басы қайсы, түбі қайсы, соны ажыратып алып кел", деді. Қолына бір бау қамыс береді. Бала қамысты алып қызға келеді. Қыз: "Бір бау қамыс берсе, жұмысыңның оңайланғаны", дейді. "Қамысты аспанға лақтырсаң, әуелі келіп түп жағы түседі. Сол жағынан ұстап алып, барып алып бер", дейді. Бала қамысты жоғары лақтырып, жерге түскен жағын ұстап, ертеңіне апарып береді. Патша: "Таптың, айтқан жерден шықтың. 40 қызым бар. Соның біреуін таңда да ал. Сөйтіп өзіме уәзір бол", дейді. Бала патшаның айтқанын қызға айтады. Қыз: "Ертең патша жұртын жияр, 40 қызды бірдей киіндіріп, беттеріне перде ұстап қатар қояр. Сен сол кезде қайсысын аларыңды білмей сасарсың. Сол кезде мен ғаріп оң өкшемді қимылдатармын. Сен осы қызды ұнатамын деп айрылмағайсың", дейді. Ертең азанда жұртын жиып, 40 қызды қатар қойып, балаға: "Таңдағаныңды ал", дейді. Бала оң жағына бір шығып, бұл жағына бір шығып, аяқтарына қарап жүрсе, ортасында бір қыз өкшесін қимылдатып тұр екен. Бала келеді де: "Осы қызды ұнатам", дейді. Патша сөзден танады. "Бұл әкемнің кенжесі, қарындасым еді. Мұнан басқасын таңдап ал", дейді. Бала: "Бұл қызды бермесең алмаймын", дейді. Сонымен ертең және таңдамақшы болады. Бала кешінде қызға келеді. "Ертең менің орныма басқа қыз қойып, мені қотыр баспақ қылып, күн шуаққа байлап қояр. Күн шуақта жаланып тұрармын. Сол кезде сен қыздарды ұнатпа да, сол қотыр баспақты бер, деп патшадан сұра", дейді. Ертең азанда патша жұртын жиып, 40 қызын қатар қойып, баланы жібереді. Бала әрі-бері жүріп: "Сіз маған қызыңызды бермесеңіз, мен еліме қайтамын. Маған әне бір қотыр баспағыңызды беріңіз. Күнге кептіріп, жол азық қылайын", дейді. Патша: "Жоқ ойбай, ол әкемнен қалған жалғыз баспақ. Оны беріп әкемнің жүзін көре алмаймын", дейді. Бала: "Оны бермесеңіз, мен қызыңызды ала алмаймын", дейді. Патша құзыретін тарқатып, уәзірлермен кеңесіп, баланың біліміне ырза болыпты. Кіші қызын беріп, неше күн ұлы той қылып, баланы өзінің орнына қан көтеріп, өзі тәубе қылып, баланың қанды құрған қызығын көріпті. Сөйтіп бала бір қыздың білімінің арқасында бір елді билеп, неше жыл хан болып, дәурен сүріп, мұратына жетіпті. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен тәмамдалды. Сіздерге ертегі ұнаса, пікір қалдырыңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.